Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеомда лимон қияры мен жалбыз қосылған сусын дайындап көрсетемін. Бетіңіз тартылып, жарқырап тұрсын десеңіз, қияр суын күнделікті ішіп жүріңіздер. Сусынды дайындауға бізге 1 немесе 2 шай қасық зығыр тұқымына су құйып, жібітіп қоямыз. Бір немесе 2 қиярды ұсақтап турап, блендерге саламыз. Қияр теріні ылғалдандырады. Лимонның кішкене бөлігін қосамыз. Екі немесе 3 дана жалбыз жапырақтарын үзіп алып қосамыз. Жалбыз жапырақтары теріні емдейді. Бір стақандай су құямыз. Судың жобасын өзіңіз белгілесеңіз болады. Бетін жауып, жақсылап блендерге араластырамыз. Лимон қияры мен жалбыз қосылған сусын дайын болды. Дайын болған сусынға жібітілген зығыр тұқымын қосып араластырасыз. Бетіңіз тартылып, жарқырап тұрсын десеңіз, қияр сусынын күнделікті ішіңіздер. Мұндай су теріні ылғалмен тамаша қанықтырады, денедегі токсиндерді кетіреді. Сонымен қатар, оның жағымды дәмі бар. Сіз бұл сусынды рахатпен ішесіз және арықтауға көмектеседі.